Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бой жетпеген жерге ой жетеді. Қыран жетпеген жерге қиял жетеді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ойланып көрейікші? Бүгін сіздермен қандай тақырып өтпекшіміз? Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қиял адамға тән қасиет деп аталады. Бүгінгі сабақта оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Сіздердің меңгеретіндеріңіз оқылым материалдары бойынша негізгі ақпаратты анықтай отырып, жинақы мәтін жазудың жолдарын меңгересіздер. Оқушылар, жаңа сабағымызға бір қадам жасау мақсатында адам бойындағы қасиеттерді есімізге түсіріп көрейікші? Адам бойында қандай игі қасиеттер кездеседі? Адам бойындағы игі қасиеттер: сыйластық, адамгершілік, парасаттылық, адалдық, имандылық, жанашырлық. Сондай-ақ ерекше қиялдай білу де адамның қасиеттерінің біріне жатады. Оқушылар, мәтінді менімен бірге ілесе оқи отырыңыздар. Адамдардың қиялдауына тән кейбір ерекшеліктер бар. Әр адамның қиял ерекшеліктері оның қызығушылығы мен қасиеттеріне, алдына қойған мақсаттарына байланысты болады. Мысалы, ыстық күнде салқын суды аңсап, шөлдеген жолаушының қиялы мен сабаққа дайындалмай келгендіктен, мұғалімнің көзіне түспей, құтылып кетуді ойлап отырған оқушының қиялын салыстырып көруге болады. Қиялдың әртүрлі болуы адамның жас және дара ерекшеліктеріне де, білім тәжірибесіне де байланысты. Мәселен, көргені де, түйгені де көп, өмір тәжірибесі мол. Білімді ересек адамның қиялымен енді ғана айналасына көз салып, дүниені тануға ұмтылып жүрген жасөспірімнің қиялын салыстырып бағалауға болмайды. Қиял адамның өскен ортасына, ұлттық ерекшелігіне, табиғат, жер-су, қоршаған ортасына байланысты да көрініп отырады. Жаратылыстың құшағында деп жазды Мағжан Жұмабаев. Меруерт себелеген көк шатырдың астында, қош иісті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малымен бірге өріп, сары сайран далада туып өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың керек-дерек айдарында мәтін жанры туралы ұғым қалыптастырамыз. Мәтін бұл жалпы тақырып төңірегіндегі біріккен сабақтастық пен тұтастыққа тән ақпаратты жеткізетін мазмұнды сөйлемдердің тізбегі болып табылады. Оқушылар, сіздер төменгі сыныпта мәтіннің түрлерімен танысқан болатынсыздар. Бүгін мәтіннің түрлерінің ерекшеліктерімен танысатын боламыз. Әңгімелеу мәтінінің ерекшелігі: мәтін не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Тірек сөздері етістіктерден болады. Сөйлемдер тізбектеле байланысады. Мәтін соңына қарай негізгі ой айтылады. Келесі, сипаттау мәтінінің ерекшелігі: сөйлемдер заттың түр-түсін, қасиетін суреттейді. Сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді. Тірек сөздер сын есімдерден болады. Пайымдау мәтінінің ерекшелігі: неліктен деген сұраққа жауап береді. Бірінші сөйлемде негізгі ой айтылады, ал қалған сөйлемдерде сол ой дәлелденеді. Тірек сөздері өйткені, себебі, біріншіден, екіншіден деген сөздерден құралады. Оқушылар, сабағымызды әрі қарай тәжірибелік тапсырмамен жалғастыра отырайық. Ұсынылған суретті негізге ала отырып, қиял адамға тән қасиет тақырыбында мәтін құрап жазуды ұсынамын. Жарайсыңдар оқушылар. Жоғарыдағы алынған ақпарат көздерін негізге ала отырып, мәтін құрады деген ойдамын. Мен де сіздердің ойларыңызды толықтыра түсейін. Адамға тән қасиет болашақты болжау, армандау.
Адамның мақсаты болмаса, ештемені де тындыра алмайды. Болашақты армандай білу де ұлы даналық. Себебі арман өмірге қанаттандырады. Оны сұлуландырады, өмірді алға қарай ғарыштатады, өрге тартады. Арман адамның жарық жұлдызы, айқын бағдары. Онсыз алға басуда тірлік те жоқ. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда оқылым материалы бойынша негізгі ақпаратты анықтай отырып, жинақы мәтін жазудың жолдарын меңгердік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.